Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз жалпы қан анализі. Негізінде жалпы қан анализі арқылы біз көптеген патологиялық жағдайларды және де көптеген аурулардың диагнозын анықтауға мүмкіндік береді. Ендеше бізде қалыпты жағдайда берілген қан анализдер бар. Мен экранға шығарып қойған кестелік көрсеткіштерге назар аударыңыздар. Және де осы көрсеткіштердің әр қайсысы өзінің бір нормасы бар. Яғни бұл әйелдерге де, ерлерге де әртүрлі болуы мүмкін. Бұл жалпы қан анализі кезінде, яғни қорытындысы шыққан кезде анықталатын жалпы көрсеткіштер. Егер де осының ішінде қалыптыдан артық немесе кем болатын болса, онда бір патологияның барын білдіреді. Ендеше осының барлығын қарастыратын боламыз. Ең біріншісі бізде гемоглобин. Гемоглобин жалпы ер адамдарда 130-160 грамм на литр, ал әйелдерде 120-140. Ал жүкті әйелдерде одан аз болады, яғни 110 грамм литр болады. Гемоглобин бізге не үшін керек? Бұл оттегіні тасымалдауға қабілеті бар, темір атомы бар белок болып табылады. Гемоглобин эритроциттерде болады. Гемоглобиннің өлшем бірлігі грамм литр. Гемоглобин деңгейі қалыпты болу үшін жалпы ағза үшін өте маңызды. Себебі гемоглобин жетіспеу кезінде ағзада оттегінің жетіспеушілігі де болады екен. Ал егер де гемоглобин жоғарылаған уақытта не болады? Бұл сусыздану, яғни су ішудің азаюы кезінде, шөлдеу, бүйрек жұмысының бұзылысы, қан диабеті кезінде, көп мөлшерде құсу немесе іш өтуі деген сияқты, және де жүрек кезіндегі, жалпы жүректің патологиялық жағдайлары кезінде, немесе өкпенің туа пайда болған ақауы кезінде, немесе осы екі органның жетіспеушілігі кезінде, бүйрек ауруларында, яғни қатесіз ісігінде, бүйрек артерияларының стенозы кезінде, және де қан түзу ағзаларының аурулары кезінде анықталуы мүмкін. Ал төмен болған жағдайда, яғни бізде гемоглобин төмен болған жағдайда, бұл әрине анемияға алып келеді. Және де лейкозға, қан жүйесінің туа пайда болған ауруларында, темір жетіспеген жағдайда, дәрумендер жетіспегенде, және де қан жоғалтқан уақытта гемоглобиннің төмен болуы айқындалады. Және де келесі эритроциттер. Жалпы эритроциттер бізде қанның қызыл түйіршіктері деп табылады. Бұл қанның ең көп жасушалары. Негізгі қызметі жалпы оттегіні тасымалдау. Оны ағзаға тіндеріне Оны ағза тіндеріне жеткізу, яғни тасымалдау қызметін атқарады. Эритроциттердің түрі екі жағынан ішке қарай дөңес диск сияқты. Жалпы эритроцит ішіде көп мөлшерде гемоглобин болады. Қызыл дискінің көп бөлігін дәл сол алып жатады. Ал эритроцит төмендеген жағдайда бұл әрине анемияға алып келеді. Бұл патологиялық жағдайлардың себебі көп, және ол әрдайым қан түзу жүйесімен байланысты емес. Төмендеген жағдайда бізде дұрыс тамақтанбаған уақытта, қан жоғалтқан уақытта лейкоз және де гемолиз жағдайында анықталуы мүмкін. Ал жоғарылаған жағдайда бізде ағзаның сусыздануы, көп құсу, диарея, сұйықтықты ішуді азайту. Жүрек және өкпенің аурулары кезінде, және де бүйрек артерияларының стенозы уақытында анықталуы мүмкін. Және де келесі лейкоциттер. Лейкоциттер бізде қан ағымындағы ақ түсті жасушалар. Бұл жасушалар иммунды жүйенің негізі десе де болады. Ағзаға инфекция, токсикалық заттар, бөгде заттар түскенде осы лейкоциттер сонымен күресіп ағзаны қорғайды. Лейкоциттердің түзілуі қызыл сүйек кемігінде және лимфа түйіндерінде жүреді. Және де лейкоциттер жалпы бірнеше түрге бөлінеді. Бұл нейтрофильдер, базофильдер, моноциттер және лимфоциттер. Бұлардың әр қайсысы сыртқы түріне және атқаратын қызметіне байланысты әртүрлі ажыратылады екен. Және де лейкоциттің жоғарылау себебі бұл физиологиялық жағдайда болуы мүмкін, яғни қалыпты жағдайда болуы мүмкін. Бұл тамақ қабылдағаннан кейін, белсенді физикалық нагрузкадан кейін, жүктіліктің екінші жартысында, және де екпе жасалған уақытында, етеккір уақытында, және де етеккір болғаннан кейінгі уақытта, қабыну реакциясы кезінде, яғни патологиялық жағдайлар болғанда, бұл іріңді қабыну аурулар кезінде,
күйік пен травма болған жағдайда, операциядан кейін және ревматизмнің асқыну уақытында, онкологиялық аурулар кезінде және лейкоз кезінде осы лейкоциттердің жоғарылауы анықталады. Ал келесі лейкоциттің төмендеу себебі бізде вирусты инфекциялық аурулар, яғни тұмау, вирусты гепатит, сепсис, қызамық, малярия деген сияқты және қызылша деген ауруларды, және ревматикалық аурулар, ревматоидты артрит болуы мүмкін, жүйелі қызыл жегі болуы мүмкін деген сияқты. Және де келесі бізде гематокрит. Бұл зерттеудегі қанның жалпы көлемінің ондағы бар эритроциттерге пайыздық қатынасын айтады. Бұл негізінде пайызбен өлшенеді. Гематокрит жоғарылаған уақытта бізде бұл эритема болуы мүмкін, жүрек және тыныстың жетіспеушілігі, сосын сусыздануы, яғни ағзаның сусыздануға ұшырауы. Ал төмендеген уақытта бұл анемия, бүйрек жетіспеушілігі және де жүктіліктің екінші жартысында. Негізінде біз көп еститініміз лейкоцитарлы формула. Лейкоцитарлы формула бұл лейкоциттердің әр түрлерінің жалпы қандағы пайыздық қатынасы болып табылады. Әр түрлі патологиялық жағдайларда осы пайыздық көрсеткіштер өзгеріске ұшырап отырады. Бірінші қарастыратын бұл нейтрофильдер. Негізінде нейтрофильдер екі түрлі болуы мүмкін. Бұл жетілген, және де оны басқаша сегменті ядролы деп, ал жетілмегенді таяқша ядролы деп атайды. Нормада таяқша ядролар минималды түрде 1-3% болады. Иммунды жүйені мобилизациясы кезінде жетілмеген нейтрофильдер саны көбейе бастайды. Қандағы нейтрофильдер санының жоғарылауы нейтрофилия деп атайды. Ал жоғарылау себебі бұл инфекциялық аурулар, процестер, ішкі ағзалардың қабыну аурулары, панкреатит, перитонит деген сияқты, және де инфаркт болуы мүмкін. Бұл инфаркт дегенде жүрек, бүйрек, көкбауырдың инфарктісі болуы мүмкін. Созылмалы зат алмасу бұзылыстары уақытында, қан диабеті, эклампсия кезінде және де ісіктер болған жағдайда. Нейтрофильдер санының төмендеуі бұл вирусты инфекциялық аурулар, бруцеллез, тұмау, қызамық және де қызылша, сонымен қатар вирусты гепатит болуы мүмкін. Негізінде осы лейкоцитарлы формуланың оңға және солға ығысуы деген түсінікті сіздер қалай түсінесіздер? Лейкоцитарлы формуланың солға жылжуы бұл қалыпты жағдайда тек сүйек кемігінде болатын жас жетілмеген нейтрофильдердің қанда пайда болуы және мөлшерінің көбеюін айтады. Мұндай жағдайда жеңіл және ауыр түрдегі инфекциялық аурулар кезінде, қабыну аурулар кезінде, яғни осы ангина, малярия, аппендицит деген сияқты, сонымен қатар қан жоғалту кезінде дифтерия, пневмония, скарлатина, сепсис деген сияқты интоксикация кезінде байқалады. Ал оңға жылжуы бұл қанда кәрі, яғни сегменті ядролы нейтрофильдердің көбеюін атайды. Мұндай көрініс радиациялық фоны жоғары аумақта тұратын сау адамдарда көп байқалады. Сонымен қатар B12, яғни B12 витаминінің жетіспеушілік, анемия, фолий қышқылының жетіспеушілігі, өкпенің созылмалық аурулары бар және обструкциялық бронхитпен ауыратын адамдарда өте жиі кездеседі. Келесі эозинофильдер. Эозинофильдер бұл адам ағзасын токсикалық заттардан, паразиттерден тазартуға және ісік клеткаларына қарсы тұратын лейкоциттің бір түрі. Бұл лейкоцит түрі гуморальды иммунитет қалыптасуына қатысады. Егер де бұл жоғарылаған уақытта аллергия, паразитарлы ауруларда болуы мүмкін, ісіктерде және ревматикалық ауруларды кездеседі. Ал төмендеген уақытында бұл ауыр металдармен уланған жағдайда, іріңді процестер, сепсис болғанда және де қабыну процестерінің басталған уақытында болуы мүмкін. Келесі бізде моноциттер. Моноциттер жалпы саны жағынан аз, бірақ көлемі өте үлкен болатын иммунды жасушалар болып табылады. Бұл лейкоциттер ағза үшін бөгде, бөтен заттарды тануға және басқа лейкоциттерді оны тануға үйрететін жасушалар. Қаннан адам тіндеріне миграция жасау қабілеті бар, яғни көшіп қону жасау қабілеті бар. Қаннан тыс жерде, яғни ағза тіндерінде пішінін және түрін өзгертіп макрофагтарға айнала алады. Макрофагтар қабыну ошағына белсенді түрде жылжып, қабынған тінді тазалауға, өлген жасушалары және инфекцияны жоюға қызмет етеді. Макрофагтардың осындай жұмысы арқасында зақымдалған тіндердің қайта қалпына келу қасиеті пайда болады. Және де базофильдер. Қанның ең сирек кездесетін иммунды жасушалары. Қалыпты жағдайда қан талдауында анықталмауы да өте мүмкін. Базофильдер баяу типті иммунологиялық қабыну реакциясын түзуге қатысады. Көп мөлшерде тіндердің қабынуын шақыратын заттары да бар. Және де лимфоциттер.
Лимфоциттер бұл гуморальды және жасушалық иммунитет құруға негізгі рөл атқарады. Қанда лимфоциттердің бірнеше түрлері болады. Бұл хелперлер, супрессорлар және киллерлер. Әрбір лимфоцит түрлері иммунды жауаптың әр кезеңіне қатысады. Тромботиттер бұл кіші көлемдегі ядросы жасушалар. Негізгі қызметі қанның ұюына қатысады. Соның арқасында зақымдалған тамыр жылдам тромбтармен жабылып, қан ағу тоқтайды. Тромботиттердің нормасы 180 мен 320-ның арасында. Эритроциттердің тұну жылдамдығы. Жалпы эритроциттердің тұну жылдамдығы туралы біз не білуіміз керек? Бұл жалпы арнайы болып табылмайды. Жалпы ЭТЖ көптеген ауруларда қан белок плазмаларының сапалық және сандық өзгерістері әсерімен жоғарылауы мүмкін. Жалпы 2% науқастарда тіпті ауыр жағдайда да ЭТЖ қалыпты болып қала беруі мүмкін. Және де ЭТЖ осы тамақ ішкеннен кейін 20 мм сағатқа дейін жоғарылайды. Сондықтан да анализді аш қарынға алу өте маңызды. Егер лабораторияда температура 24 градустан жоғары болатын болса, эритроциттер жабысу процесі бұзылып, ЭТЖ төмендей бастайды. Бұл анализдің жалған нәтиже көрсетуіне алып келуі мүмкін. Және де аурудан жазылғаннан кейін ЭТЖ бірнеше апта, кейде 1 ай бойы жоғары сақталуы мүмкін. Кей кезде сау адамдарда да ЭТЖ 100 мм сағатқа дейін жоғарылауы мүмкін. Негізінде жалпы қан анализінде ЭТЖ-ның міндетті критерийлерінің бірі осы болып табылады.